8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай әкім Абай Ибраевтың қатысуымен қалалық әкімдікте дөңгелек үстел болды. Мерекелік іс-шара барысында көп балалы аналар күміс алқамен марапатталды. Әлемдегі әсемдік пен сұлулық әйел көркімен ана мейірімнен нәр алған деген даналық сөз бар. Расында адамзат өмірінің іргетасы әйелдің қолымен қаланады. Әйел қашанда тіршіліктің шырайы, отбасының шырағы. Дәл осылай өз сөзін бастаған қала әкімі бүгінгі салтанатты шараға жиналған аяулы аналар мен қыз-келіншектерді құттықтап, игі тілегін жолдады. Құрметті ханымдар, сіздерді құттықтаймын. Мүшелерінің зор денсаулық, ұзақ өмір, мол бақыт, отбасыңызға амандық бермей жақсылық тілеймін. Барлық шарапта үйімізде тек қана қуаныш болсын, молшылық пен береке болсын. Балаларыңыз, немереңіз бір әрқашан қуанта берсін, сіздерге мақтаныш болсын, әрқашаныңыздың қазақстан еліміз көркейе берсін, көбейе берсін. Қазіргі таңда Лисаковта 130-дан астам көп балалы аналары бар. Олардың 55-і алтын алқа, ал 80-і күміс алқа иегерлері. Бүгін батыр аналардың қатары тағы да 2 адаммен толықты. Большая благодарность, то, что заметили, то, что отметили, ждала как бы. Бүгін осындай марапатқа ие болып жатырмын. Әрине өте қуаныштымын. Барлығына рахмет. Осылай біз сияқты көп балалы аналарды елеп, ұмытпай құттықтап жатыр. Барлық әйелдерді көктемнің шуақты мерекесімен құттықтаймын. Я домохозяйка, занимаюсь лично домашними делами. Мен негізі үйде үй шаруасымен айналысамын. 6 балам бар. Үлкені 17-де, кішкентайым 1-де. Біздің елімізде көп балалы аналарға көп жағдай жасалған. Сондықтан алғысым шексіз. Мереке құтты болсын. Бүгінгі іс-шараға қаламыздағы түрлі мекеме кәсіпорындарда еңбек етіп жүрген, сонымен бірге бизнес саласында өз шаруаларын дөңгелетіп отырған қыз-келіншектер жиналған. Менің басты арманым, мақсатым басқа өкілдерінде балаларымызда мемлекеттік тілін мәртебесін көтеру, инновациялық әдіс-тәсілдер пайдалану. Қазір мен TikTok желісінде өз сабағымды бастырамын. Меніңше Абай Ибраев мерекелік іс-шараны қорытындай келе нәзік жанды аруларға, алтын бесікті иесі, әлемнің жарығын сыйлаған барша аналарға, олардың өнегелі істерін жалғастырып жүрген бүгінгі жастарға ізгі тілегін жеткізді. Әлия Дербісәлі, Сергей Сидоров, күн ақпараттар қызметі.